Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте әдемі мына 40-нан шыққанға арналған қыз балаға торт әдейміз. Ол үшін бізге осындай қатты подложка керек. Екі жағында бір жағы ақ, бір жақ қарамаған ақ жағы керек болды. Ақ жағына кішкене крем жағып, осындай немен қалташамен жаңағы кремді тортымызға жағатын боламыз. Менде мұнда молочная девочка торты. Алдымен осылайынан жаңағы ыдысқа салфанды ашып аламыз, одан кейін барып кремімізді салатын боламыз. Кремді толтырып салып аламыз, видеодағындай. Маған осылай ыңғайлы, бір немен қалташаменен барлық кремді салып, үлкен менден ал. Соны салып, бір тортты жинағанға жетеді. Кремнің барлығын осы бір ғана қалташаға саламын. Одан кейін оны видеодағындай жағып шығамын. Осылайынан бір келкі қылып, шпажканың көмегімен жағып аламын. Одан кейін екіншісінде дәл солай крем жағып, кремдеріңіз көбірек болғаны дұрыс, өйткені жаңағы креміңіз неге сінеді, тортыңызға сінеді, бисквитіңізге сінеді. Кремдеріңіз аз болса, жаңағы крем жоқ болып кетеді. Өйткені жаңағы негізге сіңіп кетеді ғой. Осылайынан ацетантный пленкамен және де осында бізге форма қажет болады. Оны сіздер кондитерский магазиннен таба аласыздар. Осылайынан жасап, потом барып крем жағатын боламыз. Бұл бізде жаңағы бір келкі формасын ұстап тұру үшін қажет болады. Осылайынан барлығын кезек-кезек жайып шығамыз. Барлығын осылай жағып шығамыз. Міндетті түрде осындай неге формаға жинаңыздар. Өйткені торттарыңыз қисық болып кетуі мүмкін, егер мынандай формаңыз жоқ болса. Осылайынан барлығын жинап аламыз. Молочная девочканың мына жерде менде диаметрі 20 сантиметр. Ең соңғысын осылайынан келесі жағынан төңкеріп қоясыздар, өйткені бұл жаңағы астыңғы жағы түзу болады. Сол үшін бізге қаптаған кезде түзу болу керек. Кішкене қалған кремді мен үстінен жағып тастадым, өйткені жаңағы сыртын қаптаған кезде корочкалары шығып кетпес үшін. 8 сағатқа қойып аламыз, осылай холодильникте 8 сағаттан кейін барып бетін қаптайтын боламыз. Міндетті түрде 8 сағат тұру керек крем. Міне 8 сағат тұрды, бір түнге қойып қойдым мен. Одан кейін барып барлығын осылай шешіп аламыз. Ацетантный пленкамыз жеңіл шешілу керек осылай. Шешіп алғаннан кейін, мына жерде менде творожный сыр, және де май и сахарный пудра, осы үшеуін қостым сыртын қаптағанға. Менде розовый цвет болады, мен жартысын осылай ақпен бірінші қаптап алдым да, одан кейін барып розовыймен қаптадым. Алдыменен осылай барлығын жағып аламыз, бір келкі болсын, өйткені неткен кезде, түзеген кезде ана қалып қалады, бір келкі болмай қалады да. Қалташамен міндетті түрде осылай менікіне бүйтіп жүргізіп шығасыздар ғой торттарыңызға. Осылайынан шпажканың көмегімен жағып шығамыз, одан кейін барып түзейтін боламыз. Мына жерде кішкене менде кремім не болды, жылы жерде көп тұрып қапты, содан кейін кішкене қиындау болды жаққанға, одан кейін осылайынан түзеп жүруге тура келді. Кремді жасаған кезде кішкене холодильникке 15 минутке қойып қоясыздар, одан кейін барып торттарыңызға жағасыздар. Мен мына жерде сразу жаққаннан кейін барып осылайынан дұрыс жағылмай тұр. Барлығын бір келкі қылып жағып аламыз, үстіне және де жанында барлығында. Бұл бізде бірінші слой етеді, потому что сіздер сразу жаңағы розовый кремменен екеуін бірге жағып тастасаңыздар, торттарыңыз кішкене қисықтау болады. Ең бірінші түзеп алғаннан кейін бір қабат түзеп аласыздар, одан кейін жаңағы корочкалар шықпайтын болады. Мына барлығын осылай жауып болғаннан кейін кішкене сүртіп аласыздар, одан кейін барып 15 минутқа холодильникке қоямыз. Ол холодильникте 15 минут тұрғанша мен осылайынан розовый цветке боядым. Бұл менде пищевой краситель, гелевый деп аталады. Осылайынан розовый түске бояп алдым. Кремімізді осындай розовый түске бояғаннан кейін қалташамызға салып
жаңағы тортымызға жағатын боламыз. Мына жерде менің бір қателігім азырақ болып қалды розовый, содан кейін көп уақыт кетті менде. Сіздер жаңағы барлық торттың бетіне жететіндей крем алып жақсаңыздар болады. Менікі жетпей қалды, содан кейін кішкене түзеуге тура келді біраз уақыт. Осылайынан міне бір жүргізіп аламыз, түзеп аламыз алдымен. Одан кейін барып жаңағы қалташамызға салған кремімізді, розовый бар ғой, соны жағып шығамыз. Әбден бір келкі қылып алыңыздар, алдымен жақпай тұрып екінші слойды. Торттарыңыз егер түзу шықсын десеңіздер, міне менікі түзу болды. Одан кейін үстінен астына қарай жаңағы кремімізді жағып шығамыз. Менікі аз болғаннан кейін осылай жағып шықтым. Сіздер полностью жететіндей крем жасаңыздар, сол кезде жеңіл болады қаптағандарыңызға. Осылайынан біраз әуреге түстім. Барлығын бір келкі қылып бояп алғаннан кейін барып осылайынан түзеп шығамыз. Түзеуге маған примерно бір 20 минутта кетті. Жаңағы кремі дұрыс болмағандықтан. Осылайынан барлығын бір келкі етіп бояп, одан кейін қайтадан шпажкамен жүрдім. Шпажкаңызды жаңағы түзегеннен кейін барып тазалап отырыңыздар, келесі түзегенге дейін. Мысалы бір түзедіңіз, шпажкаңызды дұрыс тазалап аласыздар, ештеңе жоқ болу керек, тряпкамен сүртіп отырасыздар. Одан кейін барып қайтадан таза шпажкамен торттың бетін тағы бір рет жүргізіп шығасыздар. Сонда торттарыңыз түзу жасалынатын болады. Және де мына жерде тесіктерге қайтадан соны былай шпажкамен жүріп шықпаңыздар. Кішкене крем жағып, одан кейін барып шпажкамен жүріп шығасыздар. Өйткені тесіктің орнын толтыруыңыз қажет, сонда түзу болады торттарыңыз. Менің осындай қателігімнен біраз уақытқа дейін осылай 20 минут кетті осыған менде. Бояп, қайта жасағандықтан. Сіздер сразу бүткіліне жететіндей крем жасасаңыздар, тез болады. Примерно бір 10 минут, ары кетсе 5 минут қой. 5 минут жаңа қаптап шығасыздар, қолдарыңыз үйренеді, сол кезде 5 минут болады. Осылайынан түзеп аламыз, одан кейін 15 минутқа қайтадан салып отырамыз. Креміміз кішкене қату керек. 15 минут тұрды, одан кейін қайтадан алып келіп осылайынан түзеп шықтым. Шпажкаларыңыз тағы да қайталап айтам, таза болу керек, кремнен тазартып аласыздар. Тортымыздың жаңағы бетін қаптаған кезде бет жағын осылайынан артық кремін шпажканың көмегімен ақырын легкий жаңағы движениемен алып шығасыздар. Одан кейін үстін осылайынан бір келкі қылып түзеп алсаңыздар болады. Әбден барлығын түзеп алғаннан кейін барып жаңағы әдемі болады ғой торттарыңыз. Егер түзу болса, қисық болса, оформление болса да кішкене бір түрлі болып тұрады. Сол үшін әбден асықпай торттарыңызды бір келкі қылып түзеп алыңыздар. Одан кейін менде осындай томирис қырқынан шығару деген не болды, соны қоюым керек болды. И осылайынан мен шоколадты осылайынан кондуринмен бояп шықтым бұлттарды. Жаңағы кисточкамен жақсаңыздар да болады, немесе осылай мен сияқты салафанмен жақсаңыздар болады. Салафанмен жақсаңыздар жаңағы қолдарыңыз ешқандай кондурин ештеңе шықпайтын болады. Сол үшін мен салафанмен жасадым. Барлығын осылай керекті етіп кондуринмен жасап аламыз. Одан кейін менде осылай шариктарды шпажканың көмегімен және де глазур құйып, шпажканы қойып, жаңағы торттарыңызға бұлай қойғанға ыңғайлы етіп алдым. Кейбір форма сататын жерде осындай шпажка тағатын жермен бірдей не болады, форма болады, ал менде мына жерде тока ондай жоқ екен. Сондықтан мен глазур құйып, жаңағы шпажкамды глазурмен қатырдым осылайынан. Осылайынан бұлттарға да қатырып алдым глазурмен.
Одан кейін жаңағы томирис деп жазылып тұрғанға глазур жағып алдым. Өйткені жаңағы глазур жақпасаңыздар несін бәрін сіңіріп алады. Қағаз бар ғой, өзіне торттың кремін бәрін сіңіріп алғаннан кейін жаңағы жазылған қағаздарыңыз көрінбейтін болады. Ал мына жерде мен глазур құйған себебім тік тұру үшін. Майысып қалмайды, осылайына глазуріне нетсеңіздер, құйсаңыздар қағазға, сонда қыздарыңыз жаңағы тік тұрады. Менде қыздың суреті ғой мына жерде. Шоколадтан дайындап алған жаңағы бұлттарымызды, шариктарымызды осылайына шпажкамен қойып шығамыз. Алдыменен жаңағы осыларды бүйтіп ұйымдастырып барып қоймасаңыздар, торттарыңыз дұрыс шықпауы мүмкін. Қай жерге нені саласыздар, соны қарап аласыздар ғой. Өйткені торттан алып қайта салғаннан шпажканы торттарыңыз беті бұзылуы мүмкін. Осылайына барлығын әсемдеп алдым. Одан кейін жұлдыздар барлығы менде шоколадтан жасалған. Осындай формалар кондитерский магазиннен сатып аласыздар. Сатып алып шоколадты құйып осылайынан қатырсаңыздар болады. Міне дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Томирис деген ханшайымның қырқынан шығаруына жасалған торт болатын. Тортты әдемі әсемдеп жасау сіздерге қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ та жасап көрсеңіздер өте оңай. Қолдарыңыз үйренгеннен кейін көздеріңізді жұмып жасайтын боласыздар. Істеріңізге сәттілік.